Біз ары қарай практикалық есептерді талдайтын боламыз. Бірінші есепте былай берілген: n натурал саны берілген, міне 4582. Сол санның цифрларының көбейтіндісін табатын бұл схема қарастыр. Есептің программа кодын жаз дейді. Біз есептің программа кодын жазайық сразу. Бұл жерде былай деп тұр: 4, 5, 8, 2 осы цифрлардың көбейтіндісі бізде нәтижесінде 320-ны шығару керек. Ол үшін біз программаны қалай қарастырамыз, қалай кодты жазамыз? Мысалға бізге n-ға 4582 деп беріп аламыз. Шартқа не істейміз? Осы 4582 нөлге тең болғанға дейін деп шарт беріп алайық. While n-іміз нөлге тең болмағанға дейін деген шарт бізде. n нөлге тең болған кезде бізде шарт орындалмайды ғой, сол кезде бізде цикл сол жерден тоқтайды. Енді ол үшін не істейміз? Әрбір цифрды жеке-жеке алайық. 4582 дегеннің осының соңғы цифрасынан бастап каждый цифрасын жеке-жеке алу үшін біз мына формуланы алдындағыдай есептегіде былай істейміз: k тең n-ді процентке бөлген кезде онға не істейді? Бұл ең соңғы цифрасын ғана алады, 2-ні. Одан кейін бізде n f дейік. F деп беріп алайық. F-ға біз басында 1 беріп алайық. Көбейту үшін бізде бір қолайлы. Егер біз көбейту үшін 0-ді қолданатын болсақ, онда бүкіл есеп 0-ге тең болып кетеді. Сонымен f тең f көбейтілген k деп аламыз. Тең f-іміз бізде 1-ге тең, көбейтілген k бізде мына жерде 2-ге тең болып кетті. 2-ге тең, сонда бізде нәтижесінде f-іміз 2-ге тең болды. Енді келесіше былай қойсақ болады: n тең n бөлінеміз 10-ға. Бұл не деген сөз? Соңғы цифрасын алып тастайды да 458-ді ғана шығаратын формула. 458-ді. Сөйтіп бұл 458 қайтадан былай мына шартқа қарай барады. Мынаған барады. 458 бұл шартты қанағаттандыра ма? Иә, қанағаттандырады да. Мына жаққа түсеміз. n-іміз 458 болды. Жазып қояйық. K-мыз сол кезде бізде қаншаға тең болады? Бағана соңғы цифрасын алып отырады ғой. Енді мына жерден соңғы цифрасын алады. 8 деп жазамыз сразу. Сосын f тең, f-іміз біздің 2-ге тең болды ғой. 2-ге тең болды да, ал біздің k міне 8-ге тең болды. Көбейтеміз 8-ге. Байқап отырсаңыздар, мен әрқайсысын міне 2-ні көбейттім, 8-ді көбейттім, осылай сандардың көбейтіндісін алып жатырмын. Яғни нәтижесінде бізді f-ті аламыз. Соңғы принтқа біз f-ті шығарамыз. Сосын кеттік. Шартты жалғастыру үшін біз n-ді қолданамыз да, n-ді қайтадан 10-ға бөлген кезде біздің n-іміз айналып барып 458-іміз 458-іміз нәтижесінде осыға 8 алып тастаймыз. Сосын n-іміз қайтадан 45 болып барады. 45 болып барады да, k бізде 5-ге тең болады, соңғы цифрасын алып тұр. F-іміз біздің бағана мына жерде 16-ға тең болды. 16-ны көбейтеміз 5-ге. Сөйтеміз да, қанша болады 16-ны 5-ге көбейтсек? 80 болады, иә? Сосын n-іміз тең бағана 45-ті соңғы цифрасын алып тастағанда 4 болады. Бұл 4 қайтадан мына жаққа қарай барады, шартқа қарай. Неге істемей қалды кішкене? Ой. Так, n-ға біз 4-ті бердік. Одан кейін бізде k 4-ге тең болады. Ал f-іміз біздің бағанағы 80-ді 4-ге көбейтеміз. 320 шықты. Бізде негізі керек 320 ғой. Сөйтеді, біздің n-іміз соңғысына барады. 320, бағанағы соңғысы 4 шықты. 4-ті біз бағанағы 10-ға бөлген кезде 0 бүтін бөлік шығады. Сөйтіп біздің шартқа қарай барады 0. Яғни 0-ге тең емес па дейінсе жоқ дейміз. Яғни осы жағдайда бізде шарт орындалмайды. Сөйтіп цикл мына жерден бітеді. Бізде принтта f-ті сұраймыз.
принттен F-ті сұраймыз, себебі бізде итоговый нәтиже олардың цифрларын көбейтіндісі керек. Жақсы, мен сіздерге осылай жазып бердім. Міне, қарап алыңыздар. Мен S-ға 1-ді беріп алдым. Мен бұл жерде F-ті емес, S-ті алғам. F-тің орнына S-ті алғам. S тең 1, N input деп. Бағанағы міне клавиатурадан 4582 дегенді жазып алдым. Одан кейін барып while-ға n тең емес дедім. K-ға міне осы бағанағы жазған формулалардың программада көрсетілген түрі. Біздің енді екінші есебіміз былай дейді: n натурал саны берілген, сол санның неше таңбалы сан екенін анықтайтын блок схема бар, программасы кодын жаз. Бүйтетін сандар қатары берілген, оның нешеу екенін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нәтижесінде 7 шыққан. Бұл есепті қалай шығарамыз? Өздеріңізде қағаз бен ручка алып шығарып көрсеңіздер болады. Мен бірақ осы шығарып қойған есебімді көрсетейін, түсіндіріп өтейін. Бізде берілген сан n-іміз 0-ге тең болғанға дейін шартты қанағаттандыру керек. K тең мына формула нені алады? Соңғы цифрды алады. Мына соңғы цифрды алады. Одан кейін S тең S плюс 1 не істеп тұр? Бұл как счетчик ретінде санап отыр. Мысалға 0-ді 1-ге бересің, бірінші процесс орындалған кезде 1 деп санап отырады. Екінші мына цифр, сосын барып n тең n бүтін бөлікке бөлген кезде, 10-ға бөлгенде бүтін бөлігі ол бағанағы соңғы 0-ді алып тастайды. Жеті 8, 3, 6, 1, 2, 7 деген сандар қалады. Ол қайтадан мынаған бар. Сөйтіп бұл процесс орындалғаннан кейін біз жерден 7-ні алады. Яғни каждый процесс цифрды алған сайын бізде счетчик жүріп отырады. Яғни бірге артып отырады да. Бұл не деген сөз? Біз қанша цифр бар екенін білеміз деген сөз. Сөйтіп n тең n 10-ға бөлеміз, сол кезде бізде 7 шығады, print s деп тұр. Егер сіздерге менің айтып отқан ауызша түсінігім түсініксіз болса, сіздерге түсіндіріп өтейін, ашып жазып. Ең алдымен бізге не істейміз? n-іміз деді 8, 3, 6, 1, 2, 7, 0 деген сан қатары берілген. Бұл жерде k не істейді? K формуласы бойынша жазып алыңыздар өздеріңіздің дәптеріңізде. Всегда санды 10-ға бөлген кезде қалдықпен бізде сол берілген санның соңғы цифрын ғана ала аламыз. Яғни мына жерде не істейміз? Тек қана 0-ді ала аламыз. Ал одан кейін S тең S плюс 1. Бізде көбінесе есептерде осы орта өзгеріске ұшырап отырады. Мысалы, көбейту үшін мына жерде көбейту қойып аламыз, бірді қойып аламыз деген сияқты. Одан кейін қосу керек болса, мына жерде k-ны қоямыз, мысалы санның цифрларын қосу керек болса. Счетчикке санау керек болса, бірді қоямыз деген сияқты. Дәл осы процессті алып отырады екенбіз. Осы жердегі ортадағы операторды өзгеріске ұшыратырамыз. Так, S тең S-іміз бізде 0-ге тең басында, одан кейін оны 1-ге артып отырамыз. Бір процесс орындалды. Одан кейін барып n-іміз тең n бөлінген 10 дегеніміз, міне n-іміз ол мына жердегі сандалады. 8, 3, 6, 1, 2, 7. Осыны алады да, осыны алады. Сөйтіп, бұл қайтадан шартқа қарай болады. Шартқа барады. Бұл шарт қанағаттандырады. K бұл жағдайда 7-ге тең болады. Соңғы цифрын алып отыр. n-іміз бұл жерде 7-сіз болады бағанағыдай. 8, 3, 6, 1, 2 болып қалады. Ал S-іміз ортада. Бағана 1 еді ғой. S-іміз тең болғанда 1 болды ғой, Енді қайтадан 1-ге 1-ді қосамыз, 2 болады. Дәл осылайша аса береді, аса береді. Нәтижесінде бізде мысалы 7-ні алған кезде 2 болды ғой. 0-ді алған кезде біздің S-іміз 1-ге тең болды. 7-ні алған кезде біздің S-іміз 2-ге тең болды. Ары қарай біздің 3-ге тең болады, 4-ге тең болады, 5-ге тең болады, 6-ға тең болады, 7-ге тең болады да. Бізде соңында қорытынды S-іміз бізге 7-ге тең болады. Нәтижесінде бізде 7-ні шығарып беріп тұр. Міне print s деп жаздық. Так, сіздерге бұл есеп түсінікті болды деген ойдамын. Келесі есебіміз біздің үшінші есеп n натурал саны берілген. Сол санның цифрларының арасындағы ең үлкен табатын блок схема құр дейді. Мына жерде берілген сан берілген, және оның цифрларының ішіндегі ең үлкені 9, Жалпы бізде цифрлар 0-ден бастап 9-ға дейінгі аралықта болады. Енді мен бұның программасынан осылайша жазғанмын. Мына жерде тұрған
бүйтеді иә, жеті сен 8, 5, 6, 9, 5, 4 деп біз n-ға сан беріп алдық, және де оның ішіндегі ең үлкен сан 9 екенін қалай істейміз? While дейді да, так k десең біз k-дан нені аламыз? Соңғы цифрды аламыз, 4-ті аламыз. Сөйтеміз да, егер біздің екінші шартқа кіреміз. Мына жерде бірінші шарттан өттік, одан кейін екінші шартымызға кіреміз. Егер біздің k-мыз 0-ден үлкен болса, онда біздің максимумымыз не істейді? К-ға меншік келеді. Яғни біздің бағанағы 4 қой, мына жерде 4 деп қояйықшы, мына жерге бүйтіп. 4. Бұл қалай дағы да бағанағы әдістер бойынша осы цифрларды аламыз. 5. Бұл шарт қанағаттандырады, айналып барған кезде. Сөйтеді да, бұның ішінде k 5-ке тең болады. Бағана 4 соңғы цифрасын алып отырық қой. Одан кейін бұл k-ның ішіне кіреді. Егер біздің k бағанағы 5 болды ғой. Максимумымыз бізде бағана мына жерде 4-ке тең болды, осыған қарап отырайықшы. 4 болды. Бұл шартқа сәйкес келе ма? Иә, шартқа сәйкес келеді. Біздің максимумымыз 5-ке айналып кетеді. 5-ке айналып кетеді. Сөйтіп келесі сан бізден мына жер бойынша қарай берейік. Сразу не істеп отыр? Каждый санды алып отыр. Міне біз 4-ті берген кезде бізде максимум 4-ке тең болды. 5-ке берген кезде бізде максимум 5-ке тең болып кетті. Себебі шартқа сәйкес келіп отыр. Біз k-мен сәйкестендіріп есептеп отырамыз да, санап. Одан кейін бізде 9-ды береміз, иә. K-мыз біздің 9-ға тең болады. Өстіп жаза берейік. Ол кезде біз мына шартқа сәйкес келеміз. Егер k максимумнан үлкен болса, міне 9-ымыз үлкен болса, бағана максимум бізде 5 болып кетті ғой. Иә, шартты қанағаттандырады да, бізде максимумымыз бізде не болады? 9-ға тең болады. Жақсы. Келесі бізде соңғы цифр бойынша 9-ды алдық. Енді 6-ға келеміз. Бізде 6-ға тең болған кезде, міне 6, ал бізде максимумымыз бағана 9 болды ғой. Бұл шартқа сәйкес келе ма? Бұл шартқа сәйкес келмейді. 9 6-дан үлкен болады. Бұл жер шарт орындалмайды да, біздің максимумымыз 9-ның өзінде қала береді, 6-ға ауыспайды. Максимумымыз бізде уже 9 күйінде қалып кетеді мына жақта. Жазбай қояйық бұны. Келесі бізде 6-дан кейін 5-ті бересің. Бұл да 5-ті берген кезде максимум 9-ды болып тұрады. 8-ге бергенде 0-ге, 7-ге бергенде де максимум 9 болып тұрады. Ең соңғы нәтижесінде print maxиға келген кезде нәтижесінде бізде 9-ды алады. 3-ші есепті таптық. 4-ші есепте былай дейді. Берілген программа кодын талда дейді. Мына жерде бізге программа кодын беріп қойған. Программа жұмысы аяқталғанда экранға қандай нәтиже береді? Программа нәтижесіне қарап есептің шартын анықта дейді. 4-те 1 және 4-те 2-ші есеп. Біз x-ке бізге сол бағанағы сан қатары берілген. Одан кейін k арқылы мен есеймін, соңғы цифрды аламыз. 1-ді аламын. Где-то print k end деп тұр да. End дегенде ортасына пробелда емес, ештеңе бермей жабысып жазып қойған. Яғни мына жерде жабысып жазып тұруы сол себептен. K-ға бізді 1-ді береді. Міне print k деп тұр ғой. Яғни print деген сөз ол уже экранға шығарамыз деген сөз. Бағанағы k-ға 1-ді беріп қояды да, end деген ол бізде жанына жазылды деген сөз. Қасына мына жерде тең деп ішіне ештеңе беріп қоймаған ғой, пробел да емес, жабысып жазатын қылып істеп қойған ғой, жабыстырып. Яғни 1-ге жабысып жазып, келесі сан жазылады. Ол келесі санымыз бізде қай саннан x-ті бөлеміз 10-ға бөлген кезде, мына сандар қалады ғой, осы 1-сіз қалады ғой. И сол 1-сіз болған, міне, қазір көрсетейін. Мына жерде бізде басында мынандай сан берілген. 6, 5, 4, 3, 2, 1 деген сан қатары берілсе, соның ішінен біз бағанағы n-ға берген теңестірген кезде, мынау 1-ді алып тастайды, иә? Соңғы цифрды алып тастайды. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 қалады. Сөйтіп бұның ішінен бізде 2, бұл 2 мына жерге былай жазылады. Себебі бағанағы принтімізге бізде 1 болды ғой. Бірінші ана уже 2 жазылады да. Ары қарай оң жағына 3 жазылады, 4 жазылады. Яғни бұл есепте біз не істейді екенбіз?
жазып алыңыздар міндетті түрде. Басқа да бір есептерге келіп қалуы мүмкін. Себебі берілген сан қатарын кему ретінде керісінше шығарып бер деген есеп болса, осы формулаларды жаттап жазып алып жүріңіздер, қайталап жүріңіздер. Сол кезде сіздерде уже есеп шығару процесінде түсінік қалыптасады. Ал мына есепте былай дейді. Мына есеп қой. Мен осы жазылған есепті айдылға салып шығарып көрдім. Бұл жағдайда былай дейді. Санды бердім. Сан берген кезде дәл осы реттілік шықты. Бұл нені білдіреді? Бұл уже бізде яғни санды екіге бөлген кезде екілік санау жүйесіне, ондық санау жүйесіндегі санды екілік санау жүйесінде ауыстырған кездегі процесс алынған. Мысалға, 10-ды қойдым, бізде 101, иә, 0,01 деген бізде екілік санау жүйесіндегі 101-ді білдіреді. Ал бұл процесте былай дейді. Мысалға, мен 10-ды бердім x-ға. 10-ды бердім. X-іміз басына 0-ге тең болып тұр. Мына жерде x тең 0 дегенді алып тастау керек па? Жоқ. Алып тастау керек. Мына жерде x тең 0 деген басындағы қосында керек. Потому что x тең int input деп беріп алып, басына x тең 0 деп беріп алғанымыз дұрыс емес қой. Мына біріншісін ана жерде алып тастаймыз. Так. Енді біздің x-іміз 10-ымыз 0-ге тең емес деген шартқа сәйкес келе ме? Сәйкес келеді. Дейді біздің k не болады? Бүйтеді x-ті 2-ге бөлген кезде дейді 10-ды біз бөлген кезде 2-ге бізде не болады? Қалдық. Бүтін бөлігі 5 болады да. Сөйтіп одан 2 қалады ғой. 0 қалады ғой бізде қалдық бөлігінен. Сөйтіп принтқа бізге k-ға 0 деп меншікте болады. Принтқа бізде 0 деп меншікте болады. K тең бүйтіп қояйын. 0 меншікте болады. N деп жанына шығарады. Одан кейін бүйтеді x бөлінген тең 2 деген сөз. Ол біз бағанағы 10-ымыз бар ғой, 10-ды бөлеміз 2-ге. Оны бағана 2-ге бөлген кезде 5-тен бересің, 10 болады да 0 қалады. Одан кейін сол кезде бізде бүтін бөлігі 5-ге тең болды. Бізге x-іміз 5-ге тең болады да осы жағдайда. 5-ге тең болады, ол шарт айналып қайтадан мына жаққа барады ғой. Сол кезде бізде 5-ге тең болды ма деп неден сұрайды. Бүйтіп қояйықшы, 5-ге шартқа сәйкес келді ма деп 0. Иә. 0-ге тең емес, шартқа сәйкес келді. Бізде k тең бағанағы бізде 5 болды ғой, иә. Сол 5-ті бөлеміз 2-ге. 2-ден береміз, 4 қалдық қалады. 4-тен береді, 1 қалдық қалады. Бізде 1 болады k-мыз. Ол 1 мына жерде. Мынаны қарайықшы. K басына 0-ге тең болды ғой, n деп жанына 1 барады. Сосын келесі бізде x бөлінген мына шартқа кетеді ғой. X 2-ге бөлген кезде, бағанағы 5-ті 2-ге бөлген кезде 2-ден береміз, бүтін бөлігі бізде x-іміз 2 болады. Так, біз бүтін бөлігін шығарып алдық. Енді осы x тең 2 дегеніміз қайтадан шартқа қарай барады. Шартымыз осы ғой біздің. Яғни 2 0-ге тең емес деген шарт орындалып тұр ма? Орындалып тұр. Бұл 2-міз, міне. 2-ні біз 2-ге бөлеміз, 1-ден береміз, 2 тең 0 болады. Бізде k-да 2-ні 2-ге бөлген кезде, мына шарт қой бағанағы. 2-ні 2-ге бөлген кезде не болады? 0 қалдық шығады. Қалдық бойынша 0 болады да. Бізде мына жерге k 0-іне барады. 0, 1, 0 болды. Мынаған қарап отырыңыздар, бізде соңғы қорытынды мән осы k. Сосын x-іміз бізде бүтін бөлігі мына жерде 1-ге тең болды ғой, 2-ні 2-ге бөлген кезде бүтін бөлік бізде 1-ге тең болды. Ол 1 қайтадан шартқа қарай барады. 1 тең 0. Бұл шартты қанағаттандырады. Сөйтеді бізде былай істейміз. K тең болады. Мына 1-ді 2-ге бөлеміз ғой, кстати. 0-ден береміз. 0 болады да, и 1-дің өзі болады. Мына жерге k 1-ге тең болды, и бізде мына жерге жазылады 1-ге. Қалай орындалды процесс сразу k-ға меншіктеліп отырады мынау ғой, print дегеніміз бағанағы. Сосын
Иксіміз біздің тең икс бөлінген екі дегеніміз міне бағанағы бірді екіге бөлген кезде нөлден бердік, нөлге тең болды. Сонымен бізде нөлге тең болған кезде шарт қанағаттандырады. Қанағаттандырмайды нөлге нөл тең болғанда. Яғни шартқа орындалмаған кезде бізде цикл тоқтайды екен. Так, бізде циклымыз print k-мен шығару керек k-ны, сол себепті бізде нәтиже k тең 0,1 осы жағдайдан шығып тұр. Негізі 101 ғой. Яғни бізде соңғы нәтижеде нені алып тұр? Бұл есептен нені алып тұрмыз? Біз яғни ондық санау жүйесіндегі санды екілік санау жүйесіне ауыстырып отыр екенбіз.